Сәлем достар, қалайсыздар? Біздің каналға тіркеліп, лайк басып, қолдау білдіріп отырмыздар. Арнайы сіздер үшін бүгін бізде жәрмеңке, әр сенбі күні жәрмеңке болды. Сол жәрмеңкенің бағасын сіздерге көрсетуге бара жатырмын. Бізбен бірге болыңыздар. Әр елдің, әр қаланың бағасы әртүрлі, иә? Сондықтан біздің қаланың бағасын сіздерге көрсетейін. Сіздердің қалаларыңызда баға қандай болып жатыр? Астына комментарийге жазып кетіңіздер. Ярмарканың атмосферасын сезініп отырыңыздар. Ет қаншадан? Ненің еті? 2300 теңге. Ненің еті? Жылқының еті. Сиыр ше? Қазының бағасы? 3000 теңге. Ой, молодец. Достар, біздегі Кентау қаласының бағасы осындай. Еттің бағасы. Сіздерде қанша теңгеден еттің бағасы? Астына комментарийге жазып кетсеңіздер болады. Бөлісе отырайық. Болгарский 150 теңге, перец қызылы 300 теңге килограмм. Баклажан 100 теңге. Я, не деген арзан, я? Малина қаншадан? Килограмма ма? Клубника ше? Қанша? Огурцы нешеден? 250 теңге килограммы. Аха, мына жақтан не сатып жатыр екен? 50 теңге килограммы, иә? Достар, біздің қаламызда су тегін ба? Қалай ойлайсыздар? Еще мынандай распродажа аяқтың өштіп. Шлепкілер нешеден, жігіт? Қаншадан? Бағасын білмейді оны? Еще мынандай киімбен де бар күшті. Помидор қаншадан? Розовый 350 ма? Burası 330'dan. Еще собық бар екен бізде. Собықтың килограмм қаншадан? Жігіт? 350? Собықтың килограммы 350 теңге. Штугы ма, килограммы ма? Штугы ма? Вот, осындай біздің Кентаудың бағасы. Ангеліктің килограммы емес, штугы 150 теңгеден дейді. Ана жерден банандарды сұрайық. Банан, алма деген сияқты нәрселер, иә? Мына жер қарбыз сұрап көрейікші. Қарбыз қаншадан екен? Штугы ма? Қарбыздың штугы 200 теңге екен, достар. Банан килограмм нешеден? Банан килограмм 650 ма? А персик? Қанша екен персик? Банан қанша болды? 550 Банан. Персик 550 және 650.
Еще андай паприкалар бар екен бізде. Күшті да цветтер, е? Біздің кентаудың бағасы осы, достар. Қазір картошка, пияз дегендердің бағасын біліп беремін. Пияз килограмм нешеден? 160 теңгеден. Картошка деген нәрсе көрінбейді ғой, е? Бар ма картошка? Огурцы әр жер әртүрлі үшін. Еще мынандай заттар да бар. Молочные продукты тоже бар. В общем, нан, табақ, посуда, бәрі бар. Так, сіздерге картошка сәбіздің бағасын білейін десем, кездеспей жатыр. Алма қаншадан? Қанша? 400. 400 теңге алманың бағасы. Алма нешеден? 150 теңге. Смарт. Жоқ, қосылады ғой мен. Оннан 14 кетті. Картошка нешеден? Картошка килограмм қанша? 140 теңге. Апайдікін сұрап көрейікші. Картошка нешеден? 180. Әр жердің бағасы әртүрлі. Достар, сіздер үшін ерінбей ярмаркаға келіп бағаларды салыстырып көріңіздер, біліп көріп жатырмыз. Қауынның килограмм нешеден? Штук 500 теңге. Жоқ, ондай заттар қажет емес, пока что осындай. Помидор нешеден? 200 теңгеден помидор.